Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Мемлекет басшысы бір тараптан Қазақстан Республикасының үкіметі және екінші тараптан халықаралық қайта құру және даму банкі, халықаралық қаржы компаниясы менен инвестициялық келісімдермен көп жақты агенттік арасындағы Қазақстан Республикасы орнықты дамуына және өркендеуіне жәрдемақы мақсатында ынтымақтастық кеңейту жөніндегі әріптестік туралы негіздемелерді келісім редакциялау туралы Қазақстан Республикасының заңына, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалар актілеріне қауіпсіз еңбек жағдайларын жетілдіру, жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік қамтамасыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңының және халықаралық Қазақстан азаматы авиация туралы компаниясының бабы өзгерту қатысты хаттамасының және халықаралық азаматтар авиациясы туралы конвенцияның 56-шы бабына өзгертулерге қатысты хаттаманы редакциялау туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды деп хабарлайды хабарламада. Заңды мәтін баспасөзде жарияланды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.